Ассалаумағалейкум достар. Бүгін менің айтқым келгені жалпы осы елімізде болып жатқан өндірістің жалпы өндірісті дамытудың түрлерін, жолдарын айтқым келген, және де өзіміздің басқа да уақыттарымызды тиімді пайдалануға үндегім келген. Мысалға, қазір TikTok, Instagram, YouTube желілерінде көптеген пайдалы ақпараттар бар. Және де өкінішке орай көптеген пайдасыз уақытты босқа өткізетін ақпараттар бар. Көпке топырақ шашқым келмейді. Мысалы, кейбір клиптар болсын, кейбір қысқа метражды фильмдер болсын, шынын айтқанда керегі жоқ нәрселер. Мысалға, бір-бірін жаман сөзбен иянаттау, бір-бірінің әкесінен, шешесінен айту, ол біздің болмысымызға, қазақтығымызға жат дүние. Ал бізге керегі не? Бізге керегі елімізді дамыту. Қалай дамытамыз? Бұл жерде біз әркіміміз өзімізден бастауымыз керек. Өзіміз сондай бір жақсы идеямен, жақсы бір эмоциямен өмірге қарауымыз керек. Түсінікті, мысалы, мен өзім өзгерте алмаймын. Дәл қазір қоғамды ештеңені өзгерте алмаймын. Оған көзім жетеді. Бірақ олай ойламауымыз керек. Сеніммен қарауымыз керек болашаққа. Мен өзгертемін. Осылай. Мысалы, мен өзгертемін. Мен нені өзгертемін? Мен өзімнің білетін өндірісті, осы өндіріс саласындағы жұмыс істейтін жаңағы станоктар, және де осы өндіріс саласына керек деталдар барлығын өзгерте аламын. Не үшін? Өйткені мен осы мамандықты игеріп жатырмын. Толық игермедім, бірақ игеріп жатырмын. Бұл өмірде әрбір білімді 100% толық игере алмаймыз. Бірақ соған тырысуымыз керек. Ал сол игерген білімді басқаларға арнау, басқаларда көрсіндеу, және де басқаларда соны көріп, сенмен үйреніп, сенмен конкурент болса, ол сенің ерлігің. Марқұм әкем айтатын: балам, дейді, сен ешқашан өзіңнен әлсіздермен бәсекелеспе, дейді. Өйткені ол білетін, менің өзімді дамыту үшін бәсекелескенді жақсы көретінімді. Әрине, бәсеке деген нәрсе жақсы. Өйткені бәсеке ол адамды алдыға өрлетеді, жоғары өрлетеді, жоғары көтереді. Бір-бірімен бәсеке болу керек. Бәсеке болған кезде сапа болады. Сапа болған кезде адамдар өзінің қалаған бағасына, қалаған жағдайына қарай ыңғайлы заттар ала алады. Мысалы, менің өзіме, дәл қазір Шымкентте командировкада отырмын, өзіме Шымкент қатты ұнайды. Не үшін? Өйткені Шымкентте бәсеке бар. Мысалы, солтүстік өңірлерге барсам, ол жақта бәсеке жоқ. Қонақ үйлерде ескірген, көп жағдайларда асханаларда тоже ескірген. Ал Шымкентте басқаша. Шымкентте бәсеке бар, адамдар көп орналасқан, сол үшін бұл жерде барлығын жағдайын жақсы қылуға тырысады. Ал сіз егер бір бизнес істесеңіз,
соны өзіңізбен қатарлас біреумен бәсекелесіңіз. Ал менің әкем айтатыны, өзіңнен төмендермен бәсекелеспе деген сөзі, ол айтады маған артынан. Өзіңмен төмендермен бәсекелеспе, бірақ өзіңнен төмен сол адамға соны үйрет. Сосын сонымен бәсекелес. Сол кезде өзіңді көтересің дейді. Мен де бұл сөзді баршаларыңызға айтқым келеді. Біз бірге құлшынайық, бір-бірімізді көтерейік, бір-бірімізбен бәсекелесейік. Ол бәсекелесу деген жауласу емес. Естеймін, жаңа интернет желісінен көп көрем. Мысалы, бір ресторан ашады біреу, жанынан біреу ресторан ашса, соны құртады, жоқ қылады. Олай емес. Керісінше, сен өзіңдегі бар дүниені оған да көрсет. Ол көрсетсін. Сосын бірге құлшыныңдар. Сосын шетелден болсын, неден болсын, қараңыздар. Мысалы, ресторан. Мысалы, грузинский ресторандардан қаншамасы бар, е? Корейский, китайский, мысалы, көп қой, европейский. Сондай ресторандар көп, бірақ қазақтың өзінің тек қана қазақша ресторандар жоқ. Бірақ шетелдерде бар, Құдайға шүкір. Шетелдерде, біраз мемлекеттерде бар, қазақша ұлттық тағамдары бар ресторандар. Өкінішке орай өзіміздің елімізде өте аз. Мен тек қана бұл саланы айтқым келген жоқ. Жақында осы тиктоктан қателеспесем, бір кісілерді көрдім. Жаңағы кимешек жайында видео түсірген. Иә, шынымен де біреулер айтады, ауызбен айтады, мысалы, біздің елде жаңа көбісі хижаб киіп кетті, оранып кетті деп. Иә, не үшін киеді? Өйткені бізде қазақтың кимешегі жоқ, тақия аз, әдемі түрлері жоқ, заманауи түрлері жоқ. Ал хижабтың бар заманауи түрлері, әдемі түрлері. Ал сол намаз оқитын қарындасымыз егерде кимешектің бір әдемі түрі тұрса, не үшін оны алмайды? Намаз оқитын сол бір бауырымыз тақияның әдемі бір қазақша бір түрі тұрса, оны не үшін алмайды? Мәселе осында, бауырлар. Сол нәрсені ойлайық бәріміз. Сол нәрсені көтерейік, өзіміз соны өндірейік. Көбісінде жаңағы кері тартпа бір идеялар болады да, жаңағы бір пікірлер. Ой, біздің елдің адамдар өндірмейді. Біздің елде не келеді деген. Жоқ. Мәселе, сенің қолыңнан келе ме сол нәрсе? Қолыңнан келсе, сосын айт. Келмесе оны айт, не істейсің? Мысалы, өткенде жаңа Қазақстанда құрастырып жасап жатырмыз деп бір видеоны салдым, лазерный станок, темір кесетін. Соны салып жатырмын тиктокқа. Сонда бір кісілер жазып жатыр ғой. Ой, бауырым, бұл құрастырылған деп айтсаңшы, Қазақстанда жасалған деме дейді. Алдымен сен соны өзің жасап көр, сосын барып айт. Бізде машина жасамайды деп айтады. Бізде құрастырады. Бірақ Құдайға шүкір, солардың мысалы жасап жатқан дүниелері бері қарай келе жатыр. Өйткені ол бір жетістікке жету бір-екі баспалдақтан емес, бірнеше баспалдақтан тұрады. Кейбір өте де үлкен күрделі жұмыстар мыңдаған баспалдақтан. Мысалы, Алматыда болғандар түсінеді. Шыңбұлақтағы жаңа баспалдақтай, сондай баспалдақтар болады да, мың бір баспалдақ мысалы. Сондай баспалдақтан тұрады. Бірінші сатысына көтерілесің, сосын екінші сатысына көтерілесің. Сол сатыларға көтеріле барып жеңіске жетесің ең соңына. Мүмкін қазір Hyundai заводтары жаңа құрастырып жатыр, Акцент, жаңа басқа да Кияны құрастырып жатырмыз, е? Құдайға шүкір, ол да жетістік.
Енді ары қарай ол кісілер былай істесе, соған қоса арғымақ, тұлпар, енді өздерінің жаңағы ойларының, қиялдарының жеткеніне қарай бір аттар ойлап тауып, соларға, өйткені мен өзім кішкене күнде армандайтын, мен арғымақ деген машина шығарам. Сол машинаның бірнеше түрлері болады, мысалы Қубас деген түрлері болады. Ол сондай бір күшті джиптар болады. Өйткені Қабанбайдың Қубас аты жаңағы Қабанбайдың сондай денесін көтерген ол жаңағы джип болады. Сосын ана жерде Марғабылдың Қарақасқасы, сосын жаңағы Көкдөнен, сондай бір Көкдөнен деген спорткар болады деген секілді. Сондай түрлі бір нелер болған, жаңағы ойлар, қиялдар болатын. Сол секілді бір қазақи бір брендте машиналар бұйырса, ол кісілер шығарса, ары қарай тек қана кузовты жаңағы жасаса, басқаша дизайнда, басқаша үлгіде жасалса, одан кейін оның жаңағы моторы, коробкасы, жаңағы астындағы шанағы несі, ходовка түрлерін барлығы, мысалы шетелден әкеле берсін, құрастыра берсін. Уже ары қарай бренд пайда болды. Ол жаңа және бір баспалдақ көтерілді. Ары қарай кузов өзін жасап отқаннан кейін, уже ары қарай мотор жасай бастаймыз, запчасть өндіре бастаймыз, қосалқы бөлшектерді. Сөйтіп ақырын дамимыз. Жаңа бір қолда бес саусақты ауызға салуға келмейді. Сол үшін ақырындап көтерілетін нәрсе сабыр керек, бауырлар. Сол сияқты менің айтып жүрген жаңағы өндіріс саласы, мысалы қазір көптен көтеріп жүргенім лазер саласы, лазер, плазма, жаңа металға қатысты станоктар, листогиб. Бұл станоктардың атын біреу білсе, біреу білмейді. Бірақ жаңағы кейбір бауырларымыз бар, ағаларымыз бар, ақшасы бар, бірақ бизнесті қай маңайдан бастауды білмей жүрген жігіттер. Енді сауда жақсы, пайғамбарымыз айтқан сүннет, бірақ дегенмен де қазір өндіріс деген дүние ол өте жақсы көтеріліп келе жатыр. Сол үшін Қазақстандағы өндірісті көтеру мақсатында ізденейік. Мысалға, жалпы айтқанда металмен айналысуға болады. Металды өңдеуге, оның түрлері өте көп. Мысалы, металдардан сетка тоқитын, тор тоқитын станоктар бар, соны сваркілейтін станоктар бар, жаңа дәнекерлейтін. Және де листтарды жаңа кесетін, олар лазер, плазма болып жаңа бөлінеді. Ары қарай жаңа фрезерный түрлері бар, оятын, металға арналған. Сосын жаңағы трубаларға арналған, трубаны кесетін, майыстыратын, және де оны қыздырып жаңа кеңейтетін түрлі станоктар бар. Ал ағашқа келетін болсақ, ағашпен айналысатындар түрлері өте көп. Ең әуелі оны кесетін, мебель жасайтын, жабыстыратын өте көп. Мысалы, алюмин, пластиктерге қарайтын болсақ, оларда да мысалы терезе жасайтын, есік, және де басқаша станоктар. Мысалы, бұл пластик саласы өте жеңіл сала, ең бастапқы салалар. Біздің көбіміз жаңағы бір саланы түсіне бермей бастап кетеміз да. Мысалға, егер де жаңа пластикпен айналысатын болса, ең бірінші немен айналысу керек? Бірінші, сол пластикті қайтарып әкелу. Жаңағы ішіп болған бутылка, оның құрамы PET, PET. Және оның жаңа қақпағы, олар PE деген пластмас. Олардың составы бөлек. Соны жинап кел, қақпағын және бутылканы екіге айыр. Сосын оның жаңа турайтын дровилкасы бар. Оны жуасың және дровилкадан өткізесің. Сосын жаңа дайындалған
дровилкадан шыққан жаңағы үгітіндіні сатуға болады. Ол уже жақсырақ ақша болады. Құр жаңағы бутылканы жинап сатқаннан гөрі. Ал оның станогы кішкенелерінен бастап айтатын болсақ, бір 300-400 мың теңгеден басталады. Ары қарай жаңағы көлеміне қарай кете береді бағалары. Одан кейін жаңағы дравить еткенді ары қарай өңдеймін деген идея болса, ол кезде уже жаңағы экструдер деген станок керек болады. Біз көптеген жаңа видеоларда көріп күліп жүретін жаңа қытайлар пластмастан рис жасап жатыр екен, сол ристі бізге жіберіп жатыр екен деген бір сөздер бар ғой. Соларға қарайтын болсақ, бұл жерде сол рис жаңағы пластмасты жаңа үгітіндіні алады, ерітеді, одан былай айтқан кезде лапша жасайды. Ұзын жаңа ленталар шығады, пластмассовый. Сол ленталарды судан өткізеді, суытады, сосын барып турайды. Жаңағы рис сияқты жаңа кішкентай болып шығады. Солар рис болып шығады. Сосын оны апарып дәл соны сол күйінде сатады. Ал сол рисовый түрімен ол біраз салаларға қолданылады. Оны ерітіп, жаңағы түрлі формалар жасайды. Жаңа лапша күйімен де сатуға болады. Лапша күйімен де қолданысқа келтіруге болады. Мысалы, пыедан лапша күйінде шығады, олар лента болып оралады. Сол лентаменен мысалы 3D принтер дейтін болады пластмастың. Сондай принтерлардың ленталарын шығарады. Сол жаңағы пластмастан 3D кішкентай ойыншықтар жасап шығуға болады. Сол сияқты ары қарай жаңа станоктары уже бір сатыдан бір сатыға қарай баспалдақ бойынша жоғарылап кете береді. Ал кезекте және де қандай сала бар? Мысалы, транспорт саласында. Мысалы, Қытайдан келіп жатқан үлкен машиналар бар ғой. Солардың керекті жабдықтары. Соларды, ол да металл саласына жатады. Мысалы, экскаватордың бір бөлшектері өзіміз өндіруге болады, жасауға болады. Және де мысалы киім саласы ол мақтадан басталады, иә. Мен өзім мақта егетін сондай ауылда өстім, сондай ауылда ержеттім. Кішкенемнен мақта тердім. Ең біріншіден жаңа мақта теріледі, терілгеннен кейін ол жаңа мақта заводқа барады, ол өңделеді. Өңделгенде ең біріншіден ол ұрығынан алып тасталынады. Ұрығынан алып тасталынғаннан кейін одан жіп шығады. Жіптен жаңа мата тоқиды. Ал сол маталардан жаңа киімдерге барады. Осы салада да жұмыс істеуге болады. Өзінің кіші тұрпатты, орташа тұрпатты, ірі тұрпатты өздерінің станоктары бар. Оларды да алдырып жұмыс істеуге болады. Сосын киім саласына келетін болсақ, әрқашан біз санынан ұтыламыз. Мысалы, көбінесе Қытайдан және Түрциядан келеді аяқ киімдер, мысалы киімдер. Сол екі мемлекеттен келеді басым бөлшегі. Ал бағасы жағынан біздің Қазақстанда өндірілген аяқ киімдерден, мысалы киімдерден арзан болады. Не үшін? Өйткені олар көп мөлшерде жасайды. Көп мөлшерде жасалғанда жаңағы экономдалған түрмен жасайды. Мысалы, бұл жерде мата бұл. Егерде одағы стандарт размер, тұрақты размерлер, мысалға айтайын, 3 метрде 6 метр болсын. 3 метрде 6 метр болатын болса, оны қытайлар не істейді?
Қытайлар дәл соның станогын алады. Сол станокпенен жаңағы ең үнемді түрде жаңағылерді компьютерменен біріктіріп соны кесіп шығады. Лазерменен мата кесетін станоктар бар, солармен кесіп шығады. Кесіп шыққаннан кейін ол жерде бірінші материалдан ұтады. Екінші, оларда дәл соны тігетін аппараттар, олар біреу алмайды. Мысалы, бізде айтып атады ғой, бізде нәскиді де өздері өндірмейді деп, байпақ киетін. Байпақты өндіру үшін оған тоқымалы аппарат керек. Ал біздікілер не істейді? Біздікілер алдыменен бір аппарат алады. Ол бір аппараттың жұмыс істеуі, жұмысшыға жалақы, материалға барлығын санаған кезде байпақтың өзінің құнынан асып кетеді. Мысалы, қолға байпақ дейтін нәрселерді тоқитын тоқымалы станоктар кем дегенде 13 штугын алған дұрыс. Кем дегенде. Сол кезде ол өзінің құнын жақсы ақтайды. Сіз егер бір штук станокты алып, оны қойып жұмыс істесеңіз, ол кезде ол өзін ақтай алмайды, өйткені өте ақырын уақытта ақтайды. Сол үшін ондай мәселелерді дұрыс есептеген дұрыс. Осы мәселеде, мысалға, біз өндірісті қалай дамытамыз? Өндірісті дамыту барысында ең біріншіден өзіңіз білетін дүниеге қарай көшкен жақсы. Мысалы, мүмкін сіз қазір саудамен айналысасыз, бірдеңе сатып жүрсіз. Мысалға, сіз бір салфеткалар сатып жүрсіз, ал сіз енді оны ары қарай ойлаңыз. Ал салфетканы сату маған осыншама пайда әкеліп жатыр. Мен оның оптовый өткізетін точкаларын, нүктелерін барлығын білем. Енді оны өзім өндірсем қалай болады? Мысалы, жылына мыншаға өтеді, оны сіз өте жақсы білесіз. Енді ары қарай дәл осы салфеткаларды өңдеп, мысалы, санын әртүрлі, түсін әртүрлі, жазуларын әртүрлі, сондай қылып шығарсам деген идея болса сізде, ары қарай сізге сол салфетканы, ол үлкен рулон болып келеді, сол рулонды кесетін аппарат керек, реттейтін аппарат керек, сосын қаптайтын, упаковка жасайтын аппараттар керек. Солардың барлығын есептеңіз, шығынды есептеңіз, ары қарай жұмыс істеуін есептеңіз. Сосын, егер де соны өзіңіз өндірсеңіз, тіпті де тиімдірек болады. Мысалы, сіз оны салфетканы жасайсыз, бір гостиницалар, мысалы, қонақ үйлер, магазиндер, және де басқа да тағам жайлар болады, асханалар. Олар өздерінің брендтерінде сондай салфеткалар алғысы келеді. Мүмкін ұлттық ою-үлгідегі салфеткалар алғысы келеді. Ал соны басып шығаратын аппаратын аласыз да, басып жібере бересіз. Сізге мысалы қанша штуктан керек? Мысалы 25 штук, 50 штук, 100 штук, 200 штук бір упаковкада жасай бересіз. Ешқандай қиындығы жоқ. Сол сияқты өзіміздің қандай бір білетін, айналысып жүрген салаларымыздан өндіріс бастау өте де оңай. Ал сізде айналысып жүрген дүние жоқ болса, мысалы, ол кезде қалай өндірісті бастауға болады? Ол кезде сіз көптеген видеоматериалдар, көптеген интернеттен көбірек алып, сондай бір материалдар іздеу керек, сіздерге қарау керек. Кім немен айналысып жатыр, немен айналысуға болады? Бір нәрсені ойладыңыз ба? Алдымен соны зерттеңіз, ойлап, ең соңында оны есептеңіз. Керек болса, хабарласыңыздар, есептеп барлығын көрсетіп береміз.
қандай станоктар керек, бағасы қанша болады, құны қанша болады, сосын ол станоктарлардың қандай түрлері болады. Жаңағы мысалы мына бір станок дәл соны жасайтын, мысалы 5 түрлі 3 түрлі варианттар болады да. Соның біріншісі сағатына мынша жасайды, ол мынша болады. Екіншісі сағатына мынша жасайды, ол мынша болады. Үшіншісі сағатына мынша жасайды, көбірек, оның бағасы мынша болады деген секілді. Сондай нелермен барлығын айтып береміз. Егер де ұнап жатса, ойланып жасаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Жалпы жігіттер, бауырлар, қарындастар, әпкелер, барлығымыз бірге құлшынайық, барлығымыз бірге атсалысайық. Мен сіздерге жалпы өзім көңілімнен шығатын бірнеше ағаларым бар, сол кісілердің сұхбаттарын көбірек тыңдаңдар деп, бос уақыттарыңызда әрине көбірек тыңдаңыздар деп айтамын. Біріншіден Ардақ Назаров ағам, ол кісінің сұхбаттары, сөздері өте нәрлі. Жаңағы ол кісіні жігіттің сұлтаны деп айтуға болады. Өзі спорт саласында өзін өзі дәлелдеген, және де қазір жастарға, балаларға білім беру саласында да жүгіріп жүр. Ешқандай реклама емес. Шынын айтқанда ол кісі қазір әдеп деген балабақша ашқан. Сол балабақшаны қолға алып, жаңа ұлттық дәстүрде, ұлттық тағамдарымен, ұлттық жаңағы ойындармен сондай балабақша ашыпты. Аллахым ол кісінің жұмыстарын өрге өрлетсін. Және де сіздерге ұсынатыным Омар Жалил ағамыз, ол кісінің де сондай абайтанушы, ол кісінің сұхбаттары, әңгімелері сондай нәрлі. Тыңдаңыздар, көріңіздер. Және де осы интернет желісінде қазір көп талқыға түсіп жүрген, көп құнды ақпараттар айтып жүрген жаңағы Ринат Зайтов ақын ағамыз жақынан бері жаңағы көптеген видеолары, нелері шығып жүр. Енді ол кісінің жалпы халықпен бірге етене екені бәрімізге белгілі. Сол үшін барлығымыз қолдап, сол кісілердің айтқан ақылдарын, тәрбиелерін тыңдайық, және де өзімізге дұрысын алайық. Және де Нұрлан имам, ол кісіге Алла разы болсын, сондай бір жақсы пікірлерін, жаңа жастарды кішкене өзіне баурап, жастарға кішкене иманға келтіріп, жастарды солай жұмыс істеп жүр. Ол кісіге Алла разы болсын. Осындай азаматтарымыз және де азаматшаларымыз көбейе берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміз жылдан жылға өркендей берсін. Әрқашан жақсылықтарға жете берейік достар. Бірімізді біріміз қолдап жүрейік.